Нұры сөнген көздерге жарықтық, күйзелген көңілдерге серпін әкелген хақ діннің тараған қаласының топырағы кімді болмасын сағындырған анық. 14 ғасыр бойы Алла елшісінің, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ізі қалған көшелерін, мүбәрак аяқтарымен басып жүрген топырағын басып, өнеге бақшасынан адамзат үшін гүлзар тұрғызған, пайғамбарлық ізгіліктің, елшілік шамшырақтың нұры қалған қадірлі қағбаңа жер жаһаннан сағынған жүректер жаратқанның шақыруымен ағылуда. Адамзат әлем түкпірінен әлі күнге ислам діні өсіп өнген, қасиетті Құран түскен мәртебелі мекеніне барып, мінәжат етіп жатыр. Ал қазір уақыт шөлінің бір арнасы саған жолығуға тосқауыл қоюда. Сені зиярат ету әлем мұсылмандарының арманы һәм аңсарына айналды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сен неткен сүйкімді жерсің. Егер қуғынға ұшырамағанымда, Алланың әмірі болмағанда, сенен ешқайда кетпес едім дегендей, біз де ешқашан сен секілді құтты мекеннен, қастерлі орнынан бас тартпаймыз. Жер бетіндегі ең бірінші тұрғызылған үйге бастар, ұлы жолға мүміндер әлі де асығуда. Алла бізді сенімен тезірек қауыштырып, солуға шақ қалған дертті көңіл дәнектері жайқалып, ізгілікпен нұрлансын деп тілейміз. Я Мекке. لك والملك لا شريك لك